Сәлем, бүгін мен EQ'дің жаңа қарат синглына түсірген бейнебаянына реакция түсіретін болам. Сонымен кеттік. Dara Entertainment. Вау. Тико. Вау. Қардың бейнесі. О, ерекше. О, рэп тайм. Тайм. Керемет. Не осы қайырмасын. Бірден жатап қар. Қайтаршы еттегі. Бұл бейнебаян біріншіге қарағанда, біріншіміз оларда үшпей. Екінші клипқа ұқсайды, жіберемін қалай, бірақ бұл бөлек клип екен. Арты, манекен, хореография, стиль, әннің стилі, күлі керемет. Олар бірден істері, олар бітіп қойды ма? Бітіп қойды. Бұл шынымен керемет болды. Білесіздер ме, мен Q-поптан кімді фаворит деп санаймын? Ол бірінші 91 әрине. Екінші EQ. Өйткені екінші емес, олардың тең дәрежеде көремін. Өйткені олар EQ, олар шынымен де бірдеңені, шынымен де олар жасай алады. Қай жағынан болмасын, ән жағынан да, клип жағынан да болмасын, өздерін дәлелдеп келе жатыр деп ойлаймын. Және Black Dial'дан олардың шығып кеткені өте бір дұрыс дүние болды. Содан мен әзірше осы екі жаңағы топты, боз бандерден екі топты мен фаворит деп санай аламын. Оның ішіне және де Мадманды да кіргізуге болады. Өйткені олардың соңғы клипі маған ерекше әсер етті. La La Land. Сондықтан EQ'ге тек сәттілік, EQ әлі де осындай керемет дүниелерді шығара береді деген сенімдеміз. EQ алға.